Ең қиын операция осы кезде болды. Себебі 11 сағат жасады. Операция қалып кетеді мені. Арқамды кесіп, ең бірінші жаңа сол жақ аяғыма жасады операцияны. Сол жақ аяғыма толықтай ампутация жасайды, кесіп тастайды. Башайларымды, өкшемді, табанымды бәрін. Себебі қарайып кетті ғой, қатты айтым. Қазақстаннан келген кезде бәрі қарайып тұр, жағдай өте нашар болды деп. Ақтөбеде тұратын қарапайым ғана келіншек Бода Бураханованың тағдыры бір-ақ күнде күрт өзгерді. Қақталған балықтан дәм татып ауыр дертке шалдығып, екі аяғынан айырылды. Дәрігерлер оның өміріне үміт аз екенін айтқан. Бірақ Алланың қалауымен, анасының үздіксіз дұғасымен ол аман қалды. Бүгінде Бода 7 баланың анасы. Жақында ұл бала дүниеге әкелді. Бұл оның өмірге деген қайсарлығының, үмітінің және аналық махаббатының дәлелі. Мені тек анамның дұғасы аман алып қалды деп еске алды. Ол кезде анасы алыс Египетте еді. Қызының жағдайын естісімен елге ұшып келді. Дәрігерлердің үміт жоқ деген сөзіне сенбеді. Зәмзәм суымен қызын жуындырып, түн ұйқысын 4 бөліп үздіксіз дұға жасады. Ана жүрегі ешқашан берілмеді. Ол өмір үшін күресті. Қазақстанда ем нәтиже бермеген соң, туыстары Боданы Түркияға алып барды. 11 сағатқа созылған ауыр ота жасалды. Алақанын сақтау үшін ішінен тері кесіп алып жамап берді. Өкінішке қарай аяқтарын шіру басталғандықтан кесуге тура келді. Бүгінде Бода оңалту кезеңінде. Өмірі түбегейлі өзгергенімен, ол ешқашан шүкіршілікті ұмытқан емес. Аяғымды алып қойды. Бірақ Аллам өмірімді сақтап қалды. Жаңа сынақ, жаңа өмір берді дейді ол. Жақында Бода 7-ші сәбиін дүниеге әкелді. Бұл жолы ұл бала. Қолына сәбиін алған сәтте бар қайғысы ұмытылғандай болды. Көзіне жас алып, Алла өмірімді алып қойған жоқ. Қайта жаңа өмір қосты деп шүкір етті.